шынымды айтайын ба? Мынаны жөнделеді деп ойламадым мен ше. Новыйны алам деп жүрмін ғой мен. Братан, жөндейміз ғой. Уайымдамасаңшы. Мынау дайын айтпақшы, алып кете береміз. Осыны өзім жасап үйреніп алғым керек еді ше. Қайта-қайта алып келе бермей. Ұят болды сендерден де. Үйретеміз ғой, братан. Үйреткенде енді қол тимейді жұмыстамын ғой мен бауырым. Саған келіп кете алмаймын ғой. Сіз сияқты қол бос емес адамдарға бар ғой міне. Осыны арнайы телефонға приложение жасағанбыз. Қазір ремонт сервис деген. Осының ішіне кіресіз да, онлайн сабақтардың курсын сатып алып, үйреніп алсаңыз болады, братан. Жақсы екен, Жақсы, братан. Айтпақшы, братан, осы курс сатып алған студенттер бар ғой, солардың арасында көлік сыйласақ па деген ниет бар. Бірақ кімге бұйырады, кім алады, белгісіз. Ол жерде қанша адам курс сатып алып оқиды. Мыңдаған адам ішінен біреу болмайсың ғой, мына ұтыласың ғой жерде. Братан, өз жерден ұтпасаңыз, басқа жағынан ұтып тұрсыз ғой сіз. Мынаны жөндеуді үйреніп аласыз. Холодильник, кондиционер кете береді. Бізге келіп әуре болмайсыз да, өзіңіздің үйіңізді жөндей бересіз, болды. Жақсы екен, бір машинаның ақшасынан экономдайды екенсің, братан. Жеги, в общем, ең қолайлы уақыт 3 пен 4-тің арасы. Машинаны қоятын қауіпсіз жер тауып қойдым. Жолама, сен сол машинада отырасың. Но артық қимылсыз. Оша, жаңа камераларды көрдің ғой? Сол камераларды өшіресің. Сен міндетің сол. Жоқ, Айдар да мен естігем. Әншінің үйін тонап кетіпті. Бизнесменнің үйін тонап кетіпті деп. Олар қақтан шыққан? Духовистер мен үйін тонап кететін, Уайымдамаңшы, Нұреке, шешеміз. Сонда олар маған көлденеңнен қойып тұр ма? Солай болып тұр ғой енді. Эмоцияға берілмеңізші, Нұреке. Бәрі жақсы ғой, ешкім зардап шеккен жоқ. Ұстаймыз, шешеміз. Айдар, не сен шешесің? Болмаса сенің орныңа шешетін адам тауып беремін, түсінің бе? Позор ғой, қалай біздің шефтің үйіне ұрлыққа түсуге болады? Мора, не байқадың? Например? Кражаға түскен адамдар Нұрекең Астанаға кеткен уақытын қаяқтан білді. Сейф бұзылмаған. Сейф просто ашылған. Значит, бұл не? Значит, біздің арамызда біреу наводка беріп жүрген әңгіме? Вот. Тоқташы. Сен менен подозрение ұстап тұрған жоқсың ба? Мен сенен күдіктенсем айтпаймын да ғой саған, Мора. Бірақ кім болуы мүмкін, ойланшы? Дәулет? Может, жалтақтап қалған адам ол. Одан бәрі шығуы мүмкін. Бақылашы соны жақсылап. Если Дәулет болатын болса бар ғой, мен саған ерекше шайден оны өз қолыммен өлтіремін. Аккуратно, Мора, асықпашы. Просто так бақыла. Сосын Нұрекең үй жағындағы камераларды көтерші полный. Может, бір нәрсе табылып қалар. Давай, хорошо. Брат, сен қуасың ба, арзымайтын тиын қара исковать етіп? Қан нормальный доля адамыз дегенен ғой. Болмайтын тиын шықты туған жерде. Ондай ақшам базарға барып та табатын ем ғой мен. Мара, успокойся, брат. Қалай успокойся? Біз бәріміз саған сені беріп жүрміз ғой. Ал сен жүрсің какой-то тиын қара исковать етіп. Сен неужели түсінбедің? Сен де ілініп қалдың ба? Байқамадың ба? Не байқауым керек еді мен? Какой-то ментке наводка бергенге сеніп жүрсің, ел алдындағы аңқын сатқан адам ертең сені сатпайды деп ойлайсың ба? Брат, ақылың бар ғой сенің, қойшы. Түсінбедің ба? Спектакль ғой шейін. Сәтті өткен спектакль и все. Сонда сен бәрін біліп тұрып біздің өмірімізді қосып рисковать еттің ба сонда? Базар жоқ саған. Мара, Мына полный камераға ілінген адамдар осы өте көп екен. Бірақ ішінен мен күдікті байқамадым.
Красавчик, отыршы. Гүлдана, шыға тұршы. Тыныштық па еке? Тыныштық болмай тұр ғой сол. В общем, Нұрекең Астанаға кеткен уақытын бізден басқа ешкім білмейді. Астанаға барып келді ма Нұрекең? В общем, Нұрекең Астанаға кеткен уақытта кража болып тұр ғой. Әңгіменің ашығы арамызда наводка беріп жүрген біреу бар. Еркекше мен емес Айеке. Астана барып келген қазір біліп отырмын ғой мен сізден. Жоқ, Дәулет, мен сен деп атқан жоқпын ғой. Мен сенен күдіктенсем айтпаймын да ғой саған бұны. Но бірақ арамызда біреу бар наводка беріп жүрген. Кім болуы мүмкін ол? Явно Мура ғой. Потому что ол отырам деген орынға сіз отырып қойдыңыз ғой Айеке. Содан кейін оның бір жері ашыды да сізді орнынан тұрғызып жүрмекші ол. Может, Может емес, железо, бетон. В общем, Дәулет, Мураны жақсылап бақылашы. Ну, просто бақылайшы. Артық еш нәрсе жасама, түсіндің бе? Болды Айеке. Бірақ менен күдіктенбеңіз. Мен ондай адам емеспін. Еркекше мен. Білем ғой сен. Гүлдананы шақыршы. Гүлдана! Шақырып атсың. Гүлдана, в общем, екеу емес, гарантия. Егер ол екеу болмас, сонда мен ба наводка беріп жүрген? Енді ол екеу болмаса, сен болмасаң, значит, мен болып тұрмын ғой наводка берген. Түсінбей қалдық қой. Бірақ арамызда бар екеніне сендім. Гүлдана, байғыршы, саған тапсырма. Темекірші. Кеттім мен. Қайда кеттің маға? Үйге. Неге? Ағаңнан сұрау. Кешек тема ма? Қойш маға бәріңіз білмеді қоғай болатын. Вот именно ол білген. Дым кінәш жоқ адам сап жатсын қарасай. Мара, мен сенікі қолдаймын ше, сенікі дұрыс. Рисковать етудің вообще қажет жоқ. Болмайтын ақша оның. Конечно, дұрыс менікі. Мара, мейлі сенікі дұрыс. Не өзгереді одан? Қазір кетесің. Қалай күн көресің? Сен басқа ештеңе істемейсің ғой? Өз күнді өзім көремін. Сенікі вообще дұрыс емес. Мен туған ағам болсаң да мен сені қолдамаймын. Сен не білесің? Отыршы көтіңді қысып. Жігіттер тағы да айтамын. Бұл қойылым болды. Көз бояушылық әшейін. Басында айтпайсың ба енді соны? Басында айтсам сендер істейтін бе едіңдер? Істемейсіңдер ғой. Мен білем ғой не істеп жүргенімді. Уайымдай бермеңдерші. Мен сендерді ешқашан подвайт етпегем. Етпеймін де. Так что сендер де мені подвайт етпеңдер. Үйге бір барып келемін мен сонда да. Кетті. Нұреке, тағы бір сұрақ. Астанаға кеткеніңіз кім білетін еді? Сендер и все. Тек. Сосын үйден не заттар жоғалды? Факт бойынша ақпарат беріңізші. Сен не? Менен журналист ұқсап сұхбат алып отырсың, а? Сұхбат емес, жұмыс қой бұл Нұреке. Үйді тонаған, сейфтен бүткіл ақшамдап кетіп қалған. Соның бәрін айтып отыруым керек па? Енді қараңыз Нұреке. Сейф бұзылмаған. Сейф жай ғана ашылған. Значит, сейфтің паролін білетін адам ашқан. Бұл басқа кім білетін еді пароль? Мазым қатыра берме, құр бар. Оны білсем өзім тауылмайым ба? Бар тілігіңді істе бар. Өкіш кеші қайда болды? Бірге болды. Қасында жүрдім. Одан кейін бір жаға барып келем деген жоқ, қайда барып келем? Ана бір жерге документ апарып тастап кеттім, короче. Тыныштық па? Жай. Сен ше, түнде уақытта болды. Үйде? Бір қарағанда что-то сетей отыр едім да. Үйде де сетей отыруға болды ма жақсы? Я бірақ. Не, телефонын береші, мен бірдеңе қаражайыншы. Тұр ғой өзіңде. Мен просто черный списокқа тықып тастадым, сенің көре салақ, біреуші. Менде 1% тапты. Өзіме керек. Да? Ладно. Не болды мен бір нәрсе бүлдірген адам сияқты. Бүйтіп тіміскілеп. Тыныштық па? Басқа нәрсе айтайықшы. Ана жердің тамағын айтамын да, Нұра. Мощный негізі. Мына тамақ күнде берем ғой мен.
бірақ әр әкелген кезде әртүрлі дәммен келеді да бұл ше. Сондай бір күшті керемет адам. Бұл жерде выбор көп қой, просто сен өзің фантазияң жоқ та, выборың жоқ. Көре бересің, бір тамақ жейсің. Мысалы мен мына бірінші рет жейін деп тұрмын. Көру керек та, бірақ әрқайсысын. Күшті екен түрі. Бірақ бір ойлаймын ше, осындай бір жер ашып алсаң ше, ойлаш, ақша түсіп тұр. Жұмысың бар. Қалады, жүрдің ғой, короче. Бұл жерде ашуға қанша ақша кететінін білесің ба? Или ақшаң бар ма? Болмаса болады да бұйырса. Что-то не то бар ғой. Не то? Тамақ ішіп сосын көреміз. Шамалы маған да көңіл бөлсеңіз болады ғой. Хотя бы 24 сағаттың 5 минутын арнауға да болады ғой. Білесіз бе, жан қатты ренжідім сізге. Бұғатан, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қанша велик бар, Бұғат? Велик 6 ғой. 6 қаншадан? 30-40-дан болып отыр ғой. Алтауын 20 мыңнан бексе, Бұғат. Давай. Давай, кегістік, е? Давай. Ассалаумағалейкум. Ал, 7 велик керек еді. Оптым 30 мыңнан бола ма? Бауың яқты біз саудаласып тұрдық қой. Мен де саудаласып тұрмай келіп. Енді күтсейсен мен. Мен емесең аруағын күтіп отпайды жар, мен болса кетсіз мен де саудаласып кетуім керек. Мынауың тазы мал екенсің ғой сен. Смысле мал? Шек, деш бері. Саудан берекесін бұтпаңды да. Саудан берекесін бұтпаңды да. Сыртқа шық көресіңдерші. Қалай, братан, нормально бар. Уайымдамаң, өтірік бандиттер сияқты. Саудаңыз болсын, брат. Давай, рахмет. Абдуше едім. Хайдар. Короче, ишек тауып ол. Қандай ешек? Науып көріп жүрген ишек. Кім екен ол? Дәулет. Қақтан білдің ол екен? Жаңағы екеуміз кафеге обед ішуге барамыз. И ол тұрады тағыны, мынандай бір ресторан ашып алу керек еді деп айтады. А по факту ол кеше ғана мен екімден қарсы сұрап жүр. А бүгін ресторан ашу керек еді дейді. Енді сен ойлашы, ақшаны қақтан алды? Біздің шефтің сейфінен алды. Че там? Ол айта береді ғой, ол факт емес қой. Бізге нақты факт керек қой. Факт? Міне. Анам бүкіл несін бәрін аудиозаписке жазып алған мен диктофонға. Маған WhatsApp-қа жіберіп қойсашы, кейін тыңдап шығамын. Сосын саған тапсырма. Че там? Қаладағы бағалы зат, алтын, палтын, күміс ең арзан қабылдайтын ломбард тапшы. Все хорошо. Все, давай. Балдар ренжіп отыр маған. Маған не қатысы бар? Осы жол нормально өтіп берші. Жақсы көше ұстайық. Уайымдамаңдар. Сәл күтіңдер. Кешегі планымыз нормально кетіп жатыр. Біразын алдап қойдық уже. Бірақ ше ана Айдар деген бәле күдіктеніп жүрген сияқты. Саған тағы да айтам. Қолында билік бар кезде соның көзін құртшы. Ертең сенің де менің де түбімізге сол жетеді, көресің. Қалай құртамын? Мен поп соны менен сұрамайтын шығарсың. Бір нәрсе ұйымдастырсай. Амалын табамыз. Тап. Сосын есіңде болсын. Если мен ұстап берем десең, онда сен де бізбен кетесің. Соны ұмытпа. Давай жолыққанша. Еркекші, аяке, сол деймін. Но нақты факт жоқ, бірақ сұрақтардан қашып отыр ол. Дәулет, сен қай жерде жұмыс жасап жүрсің? Бізге нақты факт керек қой. Аяке, мен сізге нақты факттарды іздеп, дәлелмен тауып алып келем алдыңызға. Осыдан қараңыз. Жоқ, ізде, Дәулет. Бірақ ол сенің екінші жұмысың. Екінші. Дәулет бұзсың. Че там, не хабар?
Артына түстім, бірінші үйіне барды. 1 сағат өткеннен кейін барып, спортивный киімде қалаға машинамен шығып кетті. Белгісіз бір гараждардың арасына кіріп, белгісіз бір кісі келіп, машинаға отырып, 3-4 минутта әңгімелесті де шығып кетті. Просто так түсіп кетіп қалды ма? Иә. Суретке түсірдің бе? Иә, әрине, бірақ жақыннан түсіруге мүмкіндік болмады. Кездесу күдік туғызғанмен бұл кісі күдіктіге ұқсамады. Күдіктіге ұқсамайды? Тыныштық па? Танисыз ба? Әрине тани. Алламан ғой. Мынау қаяқ қарай кетті, неге намен бірге кетпеді? Машинадан түсіп кетіп қалды, білмедім. В общем, Гүлдана, тыңда. Сен жұмысың осы, басқа жұмыстардың бәрін жинастыр. Нұрекеңнің артына түсесің. Қалай намен жолығады, маған хабарласасың, түсіндің ба? Иә, бірақ базаға салып көрсекші. Базада жоқ бұл ешқашан, болмайды да базада. Мә, боссын. Вот, сука, ловушка, я. Нұреке. Арды нанға сатуға болмайды ғой. Ничего, үйренген жоқ атыспаққа жақсы. Ошо, құтыламайсың. Братан, бұндай нәрсені іште айтпа, братан. Анарда камера бар, адам бар, бәледе біреу естіп қойса. Че там, көп ба алдың? Жоқ, сен қаншадан алдың конкрет? Көп ба алдың? Көп менде, қанша? 9-дан ғой, братан. Я сонша арзан? Нәп сонша алдың ғой. Значит, оның арты таза емес қой, братан. Қалада оны менен басқа ешкім қабылдамайды. Да? Иә. Ұрлығы анамнаудың бәрін қабылдай бересің соны сен? Мен еш нәрсем кетпейді ғой. Мен аккуратно өткізіп жүрем, и болды. Бір үздек бесе, білмей қабылдап қойдым деймін. Ну былай ғой, екеуміз бірге жұмыс жасайық онда. Давай, братан. Не, нөмір алмасақ та мен сен нөмірін жазып алайын. Братан, нөмірді аласың. Адрес тұрған жоқ па? 24-те 7 жерде боламын ғой. 3 жерде боласың ба? Иә. 3-ні табамын ба? Иә. Атың ба? Шеха ғой, братан. Шеха? Қуаныштың тау енді. Болды ғой. Жасаймыз, қаршы? Әкелесі ба енді? Так, саған кешке или ертең арасында әкелем, қаршы? Болды, братан. Кайфовать етуге жете ма ақша? Кайфовать етуді басынғасын сен. Білесің ба, кайфовать ете берсең не болатынын? Не болады? Ақшаң берекесі болмайды. Жинасаңшы одан да. Көтің қышы брат, бір берекелі ақша тауып жүрген адам құсап. Тағы қандай жерлер бар жегесіп кететін? Камерады абайға иғи. Уайымдамашы көші. Болмаса автобус бар ғой. Автобуспен жүрген адамда қандай ақша? Мешіт бар болмаса, адамдардың бәрі какас сояқта кәс. Талбандар. Басқа мешітке түспеңдер. Өзіміз тап берем мешітке түсетін болсаңдар. Түсіндіңдер ма? Ойнап айтып жатыр ғой, не болды сонша? Кеттік хаттаға жүрді. Сендер бара беріңдер ме? Арттарынан барамшы. Қайда? Бір жерге кіріп шығу керек маған. Давай, тез кетсін. Абай қап жүре. Все болды, кешке хатада жолғамыз ғой, короче. Аламан, жоламан. Или ағайын ба екеуі? Өткендегі болған кражан мынадан артық ешкім жасай алмайды. Мынау сол күн камераға түсіп қалды. Еді болса араларында бір связка бар ше. Кір! Айеке, айтсам сенбейсіз ғой. Не болды? Айттым, наводка беріп жүрген Мура екен. 10 шақты ломбардқа кіріп шықты. Сенбесеңіз мін дәлел. Бұл біліп қоймасын деп әр затты әр ломбардқа тастап жүр походу. Дәулет, мен айттым оған ломбардтарға бар деп. Мен саған не дедім? Бұл сенің екінші жұмысың болсын. Бар, барлығын жинаш собранияға. Гүлданаға хабарлас. Естімен мына информацияларды. Қып қой. Казинаға ма? Артыңа.
наводка берушімен сөйлестім. Уайымдамаңдар, все по плану. Осы жолы жақсы көше ұстаймыз. Алдындағыдай болып қалмасыншы әйтеуір. Мара, не айттым қазір ғана? Нормально көше ұстаймыз. Именно сен. Коша, Чё там? сен не саунада киіп шығып кеткенсің? Айттық қой саған. Жоламашы оғызға, ұмыт болды оны. Сен мал екенсің ғой, айттық өткені саған қой деп оны. Мара, Маугли қайда? Маугли бір жерге кеткен кез келеді. Жандарыңнан тастамаңдаршы соны. Сөз өтпейді оған уже. Гош алып жүрсін да жанында ол. Мен үйден шықпаймын наводка бергенше. Туысқанымнан ятады. Сен тапсырса осы сендерге. Естедің мен саған? Неге күліп отырсың? Күлсем саған күлдім ба, прикол есіме түсіп кетті бір. Үйде сенен басқа прикол жоқ па или? Айдар тап мен ломбардты көрші. Походу қаладашы одан арзан қабылдайтын жер жоқ. Анау оның ішіне ұрланған анау заттардың бәрін қабылдайтын қорқып айтып отыр. Ну, мен диктофон қосып үлгермедім бірақ. Келесіде қосып үлгерді обязательно. Гүлдана. Үйден шыққан жоқ, сосын Дәулет шығырып қалды. Дәулет, Мура, бір-бірлерінен күдіктенгенді қойыңдар. Бұған екеуің де кінәсіз екендеріңе көзім жетті. Сосын ләжі болса бір-бірлеріңе сеніңдер. Сол кезде жетістікке жетесіңдер. Ой, мен мәкеңе бұрыннан сенем ғой. Көрдім, қатты сеніп қойды екенсіңдер бір-бірлеріңе. Сырттарыңнан қарап қуанып қалдым. Бізде осындай адамдар жұмыс жасайды екен ғой деп. В общем, былай, қазір айтылатын деланы, әңгімені төртеумізден басқа ешкім естімеу керек. Мынау алдыңғы деладағы күдікті, есімі Жоламан. Бұл дела әлі жабылған жоқ. А мынау Аламан, Нұрекеңнің үйін тонауы мүмкін дейтін күдікті. Аламан мен ескі танысым. Кезінде Алматыда оперлерді қанжылатқан. Басы тоқтамай істейді. Өткенде айтқан бір топ карманниктің ішінде аман қалып қашып кеткенің осы, еще басшылары. Жоқ, Нұрекеңнің үйін тонады дегенге қалай сенімді боласың? Вот қара, мынау Аламан, мынау Нұрекеңнің машинасы. Че там, артық сұрағың бар ма? Бай сонда Нұрекең. Ішіңде сақта. В общем, былай, мен білетін Аламан ешқашан жалғыз жұмыс жасамайды. Значит, бұның қасында опытный өз сияқты карманниктер бар. Түрлері де ұқсайды екен, Не только түрлері. Өткендегі болған кражаны осы жасауы мүмкін. Осының қолынан келеді. Қой, ол мүмкін емес, сонда осында бәріміз. Айтып отырмын ғой сендерге. Бұл деланы төртеумізден басқа ешкім естімеу керек. Ертең бұл деладан бізді алып тастайды. Мен сендерге гарантия беремін. Бірақ бұл біздің екінші деламыз болып қалу керек. Бұны до конца апаруымыз керек. Түсіндіңдер ғой, а? Гүлдана, мен айтқан тапсырмамен кете бер. Қалғандардың жұмыстарын жасаңдар. Салам. Алейкум салам. Жабай, как ты? Нормально. Не қылып жүрсің сен? Братаның маған көрмеген болды бе? Ол айта береді ол. Айта бермейді ғой Аламан братан. Не қылып жүрсің жөнің бе? Че там, соткамайсың ба? 140 мыңдық сотық прошивка істеп тастадым. 40 мың теңге берсең болды, арғарап өзің бір нәрсе сатсаң болды. Сен қуасың ба, Маугли? Өткенде күміс дедің, енді кеп телефон дейсің. Мен тек қана алтын қабылдаймын, білмейсің міне. Шеха, алып қаш? Алып қалмайым. Маугли, сен байқаш. Ертеңнен ұрлығы телефондарын егесі іздеп келсе, адресіңді айта сал, офың айтырлық қой маған. Менде адрес жоқ қой. Жабайым оны. Жабай. Мен де жабайым ата. Сен сияқты жабайлар любой время тауып бересің, маған бәрібір. Болды, уайымдамаш, аласың ба? Жабылып қалып да. 10 мың берем ба, қанша 20 мың берем ба? Жоғы 40 мың. Жабайы, білді, жүреш. 40 мың дейсің мен да? Сонда Айекең мен артыма түсуді тапсырды ма саған? Саған мен артыма түседі ма? Бірақ мен айттым, Мураны алдынан бері танимын, ол жақсы жігіт деп ше. Да, молодец. Мен де айттым, дәуікші көңілді, ақ көңіл жұрт қыл дедім, просто саған солай көрініп қалған деп ше. От души, брат. Ше онда? Жақсы. Жақсы, давай, ертең келдім. Жақсы. Не болды, жоқ болып кеттің ғой досым, қайқа кетіп қалдың? Ой, жұмыс қосу. Не жұмыс жасайсың негізі? Тендер ғой, брат. Қойш, тендер істейсің ба? Барып көрейші жұмысыңды, брат. Ол барып көргенде көзге көрінбейтін жұмыс қой біздікі ше. Не қасың? Өзінде қалай жұмыс? Жақсы, жақсы, мен де жұмыс, брат. Абайлап жүрші, брат. Неге? Неге болғанда енді бөтен қалада жүрсің дегенде ғой енді сол.
Мен ел қорғап жүрген адаммын ғой досым. Сен ойлашы. Не қорғап жүрген дейді? Ел қорғап жүрген адаммын ғой мен. Ой, қойшы. Айтпақшы досым, сен өткенде Маугли деген досың бар еді ғой. Соның Аламан деген ағасы бар, Бар. Не алды? Бар деп қоямын ғой. Білмеймін оны мен. Қатты араласпаймын ғой мен негізі. Бар осы барса. Жоқ болу керек негізі. Қатты араласпайсыңдар ма? Жоқ. Жаттым мен онда, Все. Жақсы.